Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Бүгін біз сіздерге чеснокты күнде жесек не болатынын және пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Чеснок, сарымсақ көптеген пайдалы қасиеттері бар табиғи өнім. Ол дәстүрлі медицинада кеңінен қолданылады және денсаулыққа көптеген пайдалы әсерлері бар. Дегенмен сарымсақты күнделікті мөлшерде жегенде оның пайдасы мен зияны туралы білу маңызды. Сарымсақтың пайдасы. 1. Иммунитетті нығайтады. Сарымсақтың құрамында аллицин және басқа да белсенді қосылыстар бар. Олар бактериялар мен вирустарға қарсы күресуге көмектеседі. Бұл сарымсақтың иммундық жүйені нығайтуға, суық тию мен тұмау сияқты инфекциялардан қорғауға пайдалы екенін көрсетеді. 2. Қан айналымын жақсартады. Сарымсақ қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға ықпал етеді. 3. Қанның құрамын жақсартады. Сарымсақ құрамындағы кальций мен темір қанның құрамын жақсартуға және анемияның алдын алуға көмектеседі. 4. Қатерлі ісік ауруларының алдын алу. Зерттеулер сарымсақтың құрамындағы қосылыстардың қатерлі ісік клеткаларының өсуін тежей алатынын көрсеткен. Әсіресе асқазан мен ішек қатерлі ісігіне қарсы пайдалы болуы мүмкін. 5. Ас қорыту жүйесіне пайдалы. Сарымсақ ас қорыту процесін жақсартады. Ол ішек микрофлорасын реттеп ас қорытуды жеңілдетеді. Сарымсақтың антисептикалық қасиеттері ішек инфекцияларын болдырмайды. 6. Қабынуды азайтады. Сарымсақтың құрамындағы заттар қабынуды басуға көмектеседі. Бұл ауруларға, әсіресе артритке және басқа қабыну ауруларына қарсы пайдалы. 7. Антиоксиданттық әсері. Сарымсақтың құрамындағы антиоксиданттар ағзаны еркін радикалдардан қорғайды және қартаю процесін баяулатады. Сарымсақты күнде жегенде болатын ықтимал зияндар мен әсерлер. 1. Асқазан ішек жүйесіне әсері. Сарымсақты көп мөлшерде қолдану асқазандағы қышқылдықты арттырып, асқазан жарасына немесе гастритке әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, сарымсақ ішек газдарының пайда болуына және іштің кебуіне себеп болуы мүмкін. 2. Теріге әсері. Сарымсақты ұзақ уақыт бойы көп мөлшерде қолдану теріні тітіркендіруі мүмкін. Кейбір адамдарда сарымсақтың құрамындағы заттарға аллергиялық реакция пайда болуы мүмкін. 3. Қан ұюының бұзылуы. Сарымсақ қан ұюын баяулатады, сондықтан қанның ұюын бұзатын дәрілерді қабылдап жүрген адамдарға сарымсақты көп мөлшерде жемеу ұсынылады. Бұл әсіресе операция алдында немесе жарақат алған жағдайда маңызды. 4. Демалу. Сарымсақтың өткір иісі кейде демалуды жағымсыз ете алады. Сарымсақты көп жегеннен кейін ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. 5. Жүктілік және бала емізу. Сарымсақтың мөлшері жүктілік кезінде ерекше назарды қажет етеді. Оның көп мөлшерде қабылдануы жатырдағы бұлшықеттердің жиырылуына әсер етуі мүмкін. Сондықтан жүктілік кезінде сарымсақты көп жемеу керек. Бала емізетін аналар да сарымсақтың әсерінен баланың асқазанына әсер етуі мүмкін екенін ескергені жөн. Қорытынды. Сарымсақтың денсаулыққа пайдалы әсерлері көп, бірақ оны күнде көп мөлшерде тұтыну кейбір адамдар үшін жағымсыз әсерлерге әкелуі мүмкін. Егер сарымсақты күнделікті тамаққа қосқыңыз келсе, оны шамалы мөлшерде пайдалану дұрыс болады. Көп мөлшерде тұтынудан аулақ болып, денсаулық жағдайыңызға байланысты оны жеген дұрыс мөлшерін анықтағаныңыз жөн. Егер сізде асқазан ішек аурулары немесе қан ұюын баяулататын дәрілерді қабылдау сияқты мәселелер болса, сарымсақты пайдалану туралы дәрігермен кеңескен дұрыс.